Орталық сайлау комиссиясына сенбеймін. Сайлау учаскелеріне сенбеймін. Онда не іздеп жүрсің? Мен халыққа сенемін. Біздің ел сөз жоқ, бәрібір демократиялы ел боламыз. Бұл жүйені диктатор қылған, тиран қылған журналистер емес. Бұл жүйені диктатор, тиран қылған жаңағы депутаттардың өздері. Анда-санда коррупционерді ұстау керек болғанда ойланады. Осы жол құрбандыққа кімді шалсақ болады? Телеарналарға түрік пен кәрістің порно сериалдарын қойып қояйық. Ол аз ба? Онда өзіміздің бір ток-шоулар жасап, бір қыз бен жігітті таныстырып, айғай-шу төбелестіріп қояйық. Рахат, міне 30 жыл болды сөйтіп жатқанымызға. Бір айдан кейінгі болатын митингіні ұйымдастырды да апарып мені де қамап қойды. Оны Стивен Спилберг қияли қылып күйіне түсірді. Біздің Қазақстанда ол өмірде. Шошқа өлсе 30 миллион, қазақ өлсе 7 миллион, оның өзі қабырынан қазып алып, әбден қиянат көрсетеді. Бізде өмір жоқ қой. Бас-басымызда бәленбай кредит. Көрейік әлгі Бұлбұл патшасы мен Қызылдар партиясының қанша қазақ елінің қанша азаматымен соттасады екен. Бұл сайлау енді быт-шыт болайын деп жатыр. Быт-шыт, бірақ өте қызықты.